Көрші елдер Қазақстанды айналып өтетін жол салып, Еуропаға жүк тасымақ. Қауіп пе, мүмкіндік пе? Соңғы 10 жылдықта Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы транзиттік көпір ретінде маңызды рөл атқарды. Бір белдеу, бір жол бастамасы аясында еліміздің аумағы арқылы мыңдаған контейнерлік пойыздар өткен. Бұл елімізге миллиардтаған табыс әкеліп, геосаяси салмағын арттырған еді. Алайда қазіргі таңда көрші елдер Қазақстанды айналып өтетін балама транзит жолдарын салуға бет бұрды. Бұл нені білдіреді? Геосаяси өзгерістер және жаңа бағыттар. 2022 жылдан кейінгі геосаяси жағдай, әсіресе Ресей мен Украина арасындағы соғыс, Еуразия кеңістігіндегі логистикаға үлкен өзгерістер енгізді. Көптеген халықаралық компаниялар Ресей арқылы өтетін дәстүрлі солтүстік дәлізден бас тартуға мәжбүр болды. Бұл бағыттың бойында орналасқан Қазақстан да жанама түрде осы өзгерістің әсерін сезіне бастады. Нәтижесінде Қытай, Орталық Азия, Иран және Түркия сияқты мемлекеттер Қазақстанды айналып өтетін жаңа маршруттар жасақтап жатыр. Мысалы, Қытайдан жүк пойыздары Қырғызстан немесе Тәжікстан арқылы Өзбекстанға өтеді. Одан ары Түрікменстан мен Иран арқылы Парсы шығанағына немесе Каспий арқылы Әзербайжан мен Түркияға жөнелтіледі. Бұл бағыт орта дәліз немесе Trans-Caspian International Transport Route (ITER) деп аталады. Қазақстан үшін қауіп неде? Бұл өзгерістердің Қазақстан үшін бірнеше тәуекелі бар. Экономикалық шығын, транзиттен түсетін табыс кемиді. 2023 жылы Қазақстан транзиттен шамамен $500 миллион астам табыс тапқан. Егер жүк ағыны басқа елдерге ауысса, бұл табыс азаяды. Инфрақұрылым бос қалуы мүмкін. Темір жолдар, логистикалық хабтар, порттар толық қуатта жұмыс істемейді. Геосаяси салмағы төмендеуі мүмкін. Транзиттік мемлекет ретіндегі маңыздылығы азаяды. Неге басқа елдер Қазақстанды айналып өтпек? Бұған бірнеше себеп бар. Жүк жеткізу уақыты. Кейбір жолдарда бюрократиялық кедергілер мен кедендік тексерулер көп. Инфрақұрылымның ескіруі. Кей аймақтарда теміржол жүйесі жаңғыртуды қажет етеді. Саяси тұрақтылық пен сенімділік. Кейбір шетелдік компаниялар тәуекелі аз мемлекеттерді қалайды. Сонымен қатар, Иран мен Түрікменстан өз аумағы арқылы өтетін жүк көлемін арттырып, Қытай мен Түркия арасындағы тікелей қатынасты дамытуды көздейді. Қытай бұл жобаларға миллиардтаған доллар инвестиция салып жатыр. Қазақстан не істеуі керек? Бұл жағдай тек қауіп емес, мүмкіндік те болуы мүмкін. Қазақстан төмендегідей қадамдарға баруы керек. Кедендік жүйені жеңілдету. Жүк кідірмей өту үшін цифрландыру мен автоматтандыруды күшейту қажет. Теміржол мен логистиканы жаңғырту. Жаңа теміржол тармақтары жылдам тиеу түсіру жүйелері керек. Саяси сенімді серіктес ретінде көріну. Халықаралық деңгейде ашықтық пен сенімділік көрсету маңызды. Жаңа нарықтар іздеу. Мысалы, Қытай, Орталық Азия, Парсы шығанағы бағытында жаңа маршруттарға қосылу. 5. Қорытынды. Қазақстан ұзақ уақыт бойы Еуразия жүрегіндегі маңызды транзиттік ойыншы болып келді. Бірақ қазіргі геосаяси және экономикалық өзгерістер бұл рөлді қайта бағалауға мәжбүрлеп отыр. Егер Қазақстан заман талабына сай инфрақұрылымын дамытып, логистиканы жеңілдетсе, транзиттік орталық ретіндегі орнын сақтап қалады. Ал егер олай болмаса, көрші елдер оны айналып өтетін болады. Яғни таңдау Қазақстанның өз қолында.